Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Биыл Қазақстан Республикасы яғни 2024 жылы қандастар үшін 2433 квота. Ал енді солтүстікке көшу бағдарламасына 7050 квота бөлді. Министрліктің мәліметінше 2024 жылы қандастарға квота былай бөлінген. Павлодар облысына 900 адам, Қостанай облысына 550 адам, Ақмола облысына 285 адам, Шығыс Қазақстан облысына 269 адам, Солтүстік Қазақстан облысына 207 адам, Абай облысына 220 адам. Ал енді қоныс аударатындарға бөлінетін квота болса, ол Солтүстік Қазақстан үшін 2700 адам, Павлодар облысына 2600 адам, Қостанай облысына 950 адам, Шығыс Қазақстан облысына 372 адам, Абай облысына 255 адам, Ұлытау облысына 132 адам, Қарағанды облысына 36 адам бөлінді. Мемлекет қандастар менен солтүстік облыстарға қоныс аударатындардың отбасы мүшелеріне, әрбір отбасы мүшелеріне бір ретте 258 мың теңге мөлшерінде ақшалай субсидия беріледі. Алғашқы уақытта үй жалдауға қаржы береді. Егер үй жалдап тұратын болсаңыздар, оған және де қаржылай көмек береді. Сонымен бірге солтүстік районға көшіп барушылар үшін, егер сіз үй сатып алмақшы болсаңыз, онда үкімет сіздің сатып алатын үйіңіздің 50%-ын үкімет субсидия ретінде сізге көтеріп береді деген сөз. Ал қоныс аударғандар менен қандастарға жұмыс ұсынған жұмыс берушілерге 1,4 миллион теңге субсидия беріледі. Яғни сіздер солтүстік районға көшіп барғаннан соң, сол жерде тұратын жұмыс беруші орындар, оларға 1,5 миллион теңгедей субсидия беріледі. Өйткені олар қоныс аударушылар үшін жұмыс беруші болып табылады. Сондықтан оларға да үкімет тікелей жәрдем береді деген сөз. Жағымды жаңалығымызды таратып қойыңыздар. Барлық қандастарымыз мәлімет алып отырсын. Сіздерге рахмет. Сау саламат болыңыздар.